Сәлеметсің бе? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандық сәуленің көмегімен қосу және азайту. Өткен сабақта біз дөңгелек сандарды қосып және азайтып үйренген болатынбыз. Мысалы, 10 және 20 санын алайық. Олардың әрқайсысын ондыққа айналдырамыз. 10 саны 1 ондық болады, ал 20 саны 2 ондық болады. 1 ондыққа 2 ондықты қосамыз. 1 ондыққа 2 ондықты қосқанда 3 ондық шығады, ал 3 ондық деп отырғанымыз 30-ға тең. Сонда 10 мен 20-ның қосындысы 30-ға тең болады екен. Ал енді азайтқанда да дәл солай. 30 саны 3 ондық болады, ал 10 саны 1 ондық болады. Сонда 3 ондықтан 1 ондықты азайтқанда 2 ондыққа тең болады. Ал 2 ондық деп отырғанымыз 20-ға тең. Сонда 30-дан 10-ды азайтқанда 20 шығады екен. Ондыққа айналдырмай, былай да шығаруға болады. Мысалы, 10-ға 20-ны қосқанда, ондықтар разрядына қараймыз. 10 санында ондықтар разрядында 1 саны тұр. Ал 20 санында 2 саны тұр. 1-ге 2-ні қосқанда 3 шығады. Және де осы 3 санын жазып алып, жанына 0 цифрын тіркейміз. Сонда 10-ға 20-ны қосқанда 30 саны шығады екен. Азайтқанда да дәл солай. 30 санына қараймыз, 30 санында ондықтар разрядында 3 саны тұр, ал 10 санында 1 саны тұр. Сонда 3-тен 1-ді азайтамыз, ол 2-ге тең болады. Осы 2 санымызды жазып аламыз, жанына 0 цифрын тіркейміз. Сонда 20 саны шығады. Ал енді түсінікті болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз сандық сәуленің көмегімен қосып және азайтып үйренеміз. Ол үшін мына есепке қара. Аквариумда 13 алтын балық және 4 семсер балық бар. Аквариумда барлығы қанша балық бар? Ол үшін не істейміз? Дұрыс айтасың. Ол үшін осы 13 алтын балық пен 4 семсер балықты қосамыз. 13 қосылған 4. Енді осы қосу амалын сандық сәуленің көмегімен шешіп көрелік. Жоғарыда сандық сәуле берілген. Енді 13 қосылған 4 қосу амалында бірінші қосылғыш 13. Осы бірінші қосылғыш 13-ті сандық сәуленің бойынан тауып аламыз. 13-ті таптық. Енді екінші қосылғыш 4-ке тең. Сондықтан сандық сәуленің бойымен 10-ға қарай 4 қадам жүреміз. 1, 2, 3, 4. Қай санға келіп тоқтадық, сол сан осы қосынның мәні болады. Бұл жерде 17 санына келіп тоқтаппыз. Сонда 13 қосылған 4 тең 17 болады. Есептің жауабы аквариумда барлығы 17 балық бар екен. Ал енді осы есептен білгеніміз қосу үшін сандық сәуленің бойымен 10-ға қарай жүру керек екен. Ал енді келесі есепке көшейік. Келесі есепті оқиық. Тоған жағасында 17 бақа отыр. Олардың екеуі тоғанға секіріп кетті. Неше бақа қалды дейді. Ол үшін не істейміз? Жарайсың, дұрыс айтасың. 17-ден 2-ні азайтамыз. Ал енді осы азайту амалын сандық сәуленің көмегімен шығарып көрелік. Сандық сәуледен азайғышты тауып аламыз. Яғни 17 санын тауып алайық. Таптық. Азайтқыш 2-ге тең. 1, 2. Қай санға тоқтадық, сол азайту амалының жауабы болады. Яғни 15 санына тоқтаппыз. Сонда 17 азайтылған 2 тең 15 болады. Осы есептен біз білгеніміз азайту үшін сандық сәуленің бойымен солға қарай жүру керек екен. Ал енді түсінікті болса тапсырмаларға көшейік. Келесі тапсырмада мынандай қосу және азайту амалдары берілген. Осыны сандық сәуленің көмегімен есептеу керек. Кәне, біріншісі 14 қосылған 3 деп тұр. Қанша шығады? Есептеп көр. Жарайсың, дұрыс айтасың, 17 шығады екен. Кәне, сандық сәуленің көмегімен тексеріп көрейік. 14 санын табамыз, таптық. Қосылған 3 деп тұрғандықтан 10-ға қарай 3 қадам жүреміз. 1, 2, 3. Сонда 17 санына келіп тоқтадық. Сондықтан бұл қосынның мәні 17-ге тең дейміз. Енді келесі 13 азайтылған 3. Мәнін таба ғой. Дұрыс айтасың, 10-ға тең. Қане, сандық сәуленің көмегімен тексерейік.
13 санын тауып аламыз. Енді азайту болғандықтан солға қарай 3 қадам жүреміз. 1, 2, 3, 10 санына келіп тоқтадық. Сонда бұл азайту амалының мәні 10-ға тең екен. Жарайсың. Енді келесісі соңғысы 12 қосылған 4. Жауабы қаншаға тең? Бәрекелі, дұрыс айтасың, 16-ға тең екен. Бірге тексерейік. 12 санын тауып аламыз. Қосу 4 дегендіктен 10-ға қарай 4 қадам жүреміз. 1, 2, 3, 4. Сонда 16 санына келіп тоқтадық. Бұл қосының мәні 16-ға тең екен. Жарайсың. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада мынадай сандық сәулелер берілген. Осы сандық сәулелерге қарап, мысалдар құрастыруымыз керек. Бірінші сандық сәулеге қара, қандай мысал құрастыруға болады? Жарайсың, дұрыс айтасың, 11 қосылған 7 тең 18 болады екен. Себебі бұл сандық сәуледе 10-ға қарай 7 қадам жүрген. Сондықтан 11 қосылған 7 тең 18 болады. Ал енді төмендегі сандық сәулеге құрастыр. Жарайсың, дұрыс айтасың, 16 азайтылған 2 тең 14 болады. Себебі бұл сандық сәуледе солға қарай 2 қадам жүрген. Сондықтан 16 азайтылған 2 тең 14 болады. Жарайсың. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сандық сәуленің көмегімен қосып және азайтып үйрендік. Қосу амалында сандық сәулені қалай пайдаланады екенбіз? Ол үшін бірінші қосылғышты тауып аламыз. Екінші қосылғыш қанша болса, сонша 10-ға қарай жүреді екенбіз. Қай санға келіп тоқтайды, сол қосу амалының мәні болады екен. Ал азайту амалында азайғышты сандық сәуленің бойынан тауып аламыз. Одан кейін азайтқыш қанша болса, сонша солға қарай жүреді екенбіз. Қай санға келіп тоқтайды, сол азайту амалының мәні болады екен. Ал енді бүгінгі сабағым аяқталды. Саған бүгінгі сабағым түсінікті деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше сау бол.